жыл бұрын тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен ұйымдастырылған дүниежүзі қазақтарының бірінші құрылтайы әлемнің шар тарабына тарыдай шашылып кеткен миллиондаған қазақ бауырларымыздың жүрегінде үміт отын жақты. Қазақ халқы тағдырдың талай тауқыметін мойымай көтеріп бастан кешті. 30 жылдың ішінде ғасырлық маңыз бар қаншама игілікті істер атқарылды. Қазақтың мәдениеті мен тілін дәріптеп, халықаралық қауымдастықтың беделді мүшесіне айналған Қазақстан қазақ халқы үшін зор мәртебе. Еліміздің өсіп өркендеуіне, әлемге танылуына, ата жұртына оралған қандастарымыз да өз үлесін қосып, хал қадерінше атсалысуда. Алыста жүрген ағайынның да елге деген сүйіспеншілігі, ұлтына деген құрметі күннен күнге артпаса кеміген жоқ. Алайда бүгінгі әлемдегі жаһандық саяси оқиғалар мен экономикалық ахуал халқымыздың алдында тұрған үлкен сынақ. Биыл қасиетті Ұлытау басында өткен ұлттық құрылтайдың барысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жариялаған жаңа Қазақстан стратегиясы елімізге бұл жаһандық қауіп-қатерлерге сүрінбей өтіп, бірлігіміз бен даналығымыздан айырылмай, табысты және тұрақты дамуының ұзақ мерзімді перспективаларына жетуге мүмкіндік береді. Бірінші құрылтайға қатысқан едім. Ол кезде 92 жылы. Сонда мен ең жас делегат болғам. Содан бері мінекей 30 жыл өтіп кетті. 30 жылдың ішінде біздің мәдени орталығымыз өз жетістіктеріне жетіп жатыр. Біз 33 жыл болды. Біз 89-да құрылғанбыз. Омбыдағы қазақтардың мәдени орталығы. Содан бері қарап тұрсақ, біз сол құрылтайда бірінші рет Ресей қазақтары бір-бірімен осында таныстық. Біз білмедік, осы Москвада бар екен, Самара қаласында, жаңағы Түмен мен Омбы қасында жақын болса да, біз білмедік, Түменде қазақтар бар екен. Біз осында Қазақстанға бірінші құрылтайға келіп, осында бәріміз таныстық. Бүгінгі өтіп жатқан форум өте маңызды, өте керек нәрсе. Оны біз күттік. Үлкен құрылтай болмаса да, бүгінгі осындай форумды ұйымдастырғанға, оған шақырғанға мен өзім шын жүректен ұйымдастырушыларға рахметімді айтамын. Мынау біздің болашағымыздың, біздің жастарды бүгіннен бастап қалай тәрбиелеуге болады? Бүгінгі біздің осы жиналысымыз, басқосымыз, форумымыз, мынау мысалы еліміздің өсіп өркендеуіне кім қандай еңбек етіп біледі деген сияқты. Және осы бүгінгі айтып жатқан керемет жақсы енді пікірлер, деректер, ой-өрістер, ол мынау біздің еліміздің әлемге бейімделу, бүгінгі жаңа әлемге бейімделу. Әртүрлі елде, басқа елдерден келіп, осындай пікірлерін білдіріп, сонда қазақ үшін, қазақтың ұлттық санасын, қазақтың енді ұлтын деген сияқты жоғалтпау үшін не істеп жатқандарын айтқанда, өзіміз мінекей жанымыз жабырқап, осындай өркендеп отырмыз.